Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Мен көрініп тұрмын, естіліп тұрмын ғой, иә? Связьді тексеріп алайық, сабақ бастамас бұрын. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Мен көрініп тұрмын, естіліп тұрмын ғой, иә? Жақсымын, жақсымын, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Very good, бәрі супер-пупер. Жақсы, бәрі супер-пупер болса, мен өте қуаныштымын. Қалай істейді? Жақсымын, жақсымын, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар, дайындықтарыңыз қалай? Бүгін бізде Алматыда жаңбыр, настроение жаңбырный болып тұр. Бүгін неше тақырып? Бүгін екі тақырып болады. Ол Қарахан мемлекеті мен Қарақтай мемлекеті. Осы екі тақырыпты бүгін өтеміз. Сонымен түркі дәуірі бізде аяқталады. Одан кейін мына Қыпшақ хандықтары бар. Одан кейін Найман, Керей, Жалайырлар бар келесі сабақта. Одан әрі Шыңғыс ханға өтеміз. Скоро біз примерно 3-4 сабақтан кейін уже Қазақ хандығына жетеміз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жаңбырный. Бізде де жаңбыр суық. Как раз таки үйде отырып, жылы пледтің астында қолға чай ұстап алып немесе кофе алып сабақ оқитын ауа райы болып тұр, иә? Сол себеппен осындай ауа райды бекерден бекер жоғалтпай сабаққа жұмсаңыздар. Алтын Ордаға қашан келеміз? Алтын Ордаға примерно 2 сабақтан кейін келеміз. Қарақтай келмейді деген рас па енді дейді. Рас емес, Қарақтайдан бар сұрақтар бізде. Қарақтай техспецификацияда тоже бар. Жақсымын, рахмет. Так, давайте, онда ақырындап бастай берейік бүгінгі тақырыптарымызды. Бүгін біз екі тақырып, в принципе, қатты қиын емес. Қарахан және Қарақтай деген тақырыптар, олар жеңілдеу тақырыптар. Біз енді ең бірінші Қарахан мемлекетінен бастаймыз. Біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, иә? Жетісу жерінде батыс түрік қағанатының негізі болды деп, жалпы түрік қағанатының негізі, одан кейін батыс түрік қағанатының кіндігі сол жерде болды. Ары қаратай ол жерде түргештер болды. Түргештердің орнына Қарлұқ тайпалары келді. Қарлұқ тайпалары 940 жылы мемлекет құлағаннан кейін 2 жыл өтпей осы Қарахан мемлекеті құрылады. Қарахан мемлекетінің хронологиясы ол 942 мен 1212 жылдардың аралығы. Почти 200 жыл бойы міне Қарахан әулеті осы Қазақстан жерінде, Жетісу жерінде, одан кейін Шығыс Түркістан жері бар, Мәуереннахр даласы бар Өзбекстанның, сол жерде билік еткен екен. Так, міне. Жалпы мемлекеттің құрылуынан бастайық, иә? Жалпы Қарахан мемлекеті қалай құрылды? Негізі бұл мемлекеттің негізін қалаған кісі Сатық Боғра хан деген кісі. Суретте бейнеленген, әрине түрі бұндай болған жоқ, бұл просто иллюстрация, иә? Сатық Боғра хан деген кісі, ол мына Таскира и Боғра хан деген кітап бар. Бұл Қарахан мемлекеті жайлы бір негізгі дерек көздердің бірі. Осы Таскира и Боғра хан шығармасы бойынша Сатық Боғра хан ол Қарлұқ билеушісі Базар Арслан ханның ұлы екен. Сол Қарлұқ билеушісі Базар Арслан ханның ұлы Сатық Боғра хан өзінің ағасы болғанда дядясы. Сол дядясымен соғысқа түседі. Ол соғыс Оғылшақ деген кісі болған. Есімізде ғой, Қарлұқ қағанатын өткен кезде
Оғылшақ деген тұлға болған. Вот сол Оғылшақ пен Базар Арсланның ұлы Сатық Боғраның арасында үлкен күрес болған. Бұл күрес осы Таскерай Боғрахан деген кітапта бейнеленіп кеткен екен. Осы күрестен кейін Сатық Боғрахан мына Қашқария қаласының басшысы болған ол негізі. Сөйтіп Оғылшақпен соғыстардың нәтижесінде Баласағұн қаласын басып алады екен. Баласағұн қаласын басып алғаннан кейін бізде Қарахан мемлекеті құрылды. Негізі Қарлұқ қағанаты мен Қарахан мемлекеті бір-бірін жалғастыратын мемлекеттер болып тұр. Ол жерде даже билеуші әулет өзгерген де жоқ. Мына кімнің, Сатық Боғрахан ол кісі Білге құл Қадырханның ұрпақтары. Білге құл Қадырхан деген сол Қарлұқ қағанатының ең мықты билеушілерінің бірі болған, есімізде ол кісі. Сонда қарап отырсаңыздар, Қарлұқ қағанатының билеуші әулеті ешқайда кеткен жоқ. Олар сол қалпы қалды, бірақ уже атаулар өзгерді. Атаулары бізде Қарахан мемлекеті деген жаңағы мемлекет құрылады екен осы жерде. Ағай, тарихтан 20-дан 19 алдым, бүгін пробныйдан дейді. Өте жақсы, 20-дан 19 алсаңыз. Енді мемлекеттің жер аумағына келетін болсақ, Қарахан мемлекетінің негізгі жер аумағы ол қазіргі Жетісу жері, одан ары Мәуереннахр даласы және Шығыс Түркістан жерлері екен. Бұл Қарахан мемлекетінің негізгі жер аумағы. Мына суретті қарайтын болсақ, мына жасылмен белгіленген жерлердің бәрі бұл Қарахан мемлекеті. Осы мемлекет жәнегі негізі жалпы Орта Азия тарихындағы ең маңызды бір мемлекеттердің бірі болып есептеледі. Себебі Қарахан мемлекетінде мәдениет, жәнегі экономика тұрғысынан өте дамыған елдердің бірі болған екен. Жалпы негізі екі мемлекет, Қарахан мемлекеті ол бізде екіге бөлініп кеткен. Батыс Қарахан және Шығыс Қарахан деп. Астаналары, батыс бөлігінің астаналары ол Бұхара мен Самарқан болса, мына жерде екеуінің орнын ауысып кетті, мен оны қайтадан үлгермедім орнына қоюға. Батыс бөлігінің орталығы Бұхара мен және Самарқан қалалары, себебі батыс бөлігі бізде Мәуереннахр даласын қамтыған, иә. Ал шығыс бөлігінің астаналары Баласағұн және Қашқар қалалары болады. Міне мына жақтарда Шығыс Қазақстан, кешіріңіздер, Шығыс Қарахан, бұл жерде міне Баласағұн қаласы бар, и Қашқар деген қала бар екен. Осы екі қалалар Қарахан мемлекетінің шығыс бөлігінің астаналары болды. Баласағұн қаласы қазіргі Қырғызстан жерінде жатқан ежелгі қалалардың бірі, ол қала уже тарихи сахнадан жойылып кетті. Ал Қашқар деген қала ол әлі күнге дейін бар. Міне мына суретті қарайтын болсаңыздар, міне Қашқар деп тұр, иә. Қашқар қаласы қазіргі Қытайдың құрамында қалып қалған екен. Қытайдағы ең ежелгі қалалардың бірі міне осы қала болып есептеледі. Слайд жібергенде дұрыстап жібересіз ба дейді. Слайдты мен уже жіберіп қойдым, просто кімдерге, кураторларға уже оларда бар. И сіздер ана слайдтан емес, ана сұрақ жауап берем, сол сұрақ жауаптың ішінде ол дұрыс тұр. Сол жерден қарайсыздар. Енді мемлекеттің қоғамдық құрылымына келетін болсақ, жалпы мемлекеттің қоғамдық құрылымы қалай болды? Мемлекеттің негізгі басшылары оларда ұлы қаған деп аталған екен. То есть мемлекеттің ең главный билеушісі ол қаған. Қағанның кеңесшілерін уәзірлер деп атаймыз. Уәзір дегеніміз ол анау, мүмкін сіз кинолардан бір жерден көрген шығарсыздар, визир деген бар. Визир дегендеріміз жаңағы, кешіріңіздер. Мен компьютерім кішкене қуып кетті. Визир дегеніміз ол мына парсы елдеріндегі бір жоғары лауазымды адамдар болған, и олар қағанның жәнегі ең жақын мына кеңесшілері болатын. Сонда кеңесшілерді біз жәнегі визир деген атауды осы парсылардан алып, бізде ол уәзірлер деп аталған екен. Одан кейін, одан бөлек қағанның ұрпақтары тегіндер, ілік хандар және бектер деген жоғары шенді лауазымды адамдар болған, шенеуліктер болған олар. Бұлардың көбісі енді ұлы қағанның туыстарынан және ұрпақтарынан немесе ағаларынан, апайларынан сөйтіп тұрғызылған екен осындай шенеуліктер. И одан бөлек тағы да Қарахан мемлекетінде бір жоғары лауазымды адамдар болған, оларды біз иқтадар деп атаймыз. Иқтадар дегеніміз ол жер иеленуші феодалдар. Жер иеленуші феодалдар олар өзінің иеліктері болатын, сол иеліктерін олар
кімдерге, қарапайым шаруаларға жалға беріп тұратын. И сол жерде қарапайым шаруалар олар егіндерін егетін, малдарын өсіретін. И сол жерден жәнегі өзінің тауып отқан табысынан какой-то пайызын осы өзінің жәнегі феодалына беріп отырған. Феодал дегеніміз иқтадар. Жалпы феодал деген білеміз, иә, ол не екен? Жер иеленуші деген кісі. Тура міне осы иқтадарлар, олар тура сол феодалдар болып тұр. Ну и қарапайым халықтың ішіне ары қаратай жаңағы саудагерлер, қарапайым әскерлер, одан кейін шаруалар бар, қолөнершілер бар, солардың бәрі бізде қарапайым адамдардың қатарына кіреді. Так, осы жерде жеке мүлік пайда болды емес па дейді. Жоқ, жеке мүлік бізде уже сақтардың тұсында пайда болған екен. Ол кішкене бөлек. Енді Қарахан мемлекетінің тағы да бір маңызды өзінің рөлі бар. Ол мемлекет осы Қазақстан жеріндегі және де осы Орта Азия жеріндегі ең бірінші болып ислам дінін қабылдаған, мемлекеттік дін ретінде қабылдаған түркі тілдес мемлекет болды. Оның алдында мына жәнегі Түргеш, Қарлұқ дегендерді айтып отырдық, иә. Олардың ешқайсысында мына жәнегі ислам діні прям мемлекеттік дін деген сатыда болған жоқ. Именно 960 жылы мына Мұса қаған, ол кісі Сатық Боғра ханның үлкен ұлы, осы Мұса қаған жәнегі исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдаған екен. Ол туралы жәнегі айтып кеткен Тасқира-и Боғрахан деген еңбек бар. Сол еңбектің ішінде айқын ашылып жазылып кеткен екен. Не үшін ол ислам дінін қабылдаған? Жалпы негізі ең бірінші причинасы, Мұса қаған ол өзі ислам дінін қабылданды, өзі ислам дінін ұстанған, және де мына батыс Қарахан жерінің халқы көбінесе олар уже мұсылман болған, өйткені Самани әулетінен қалып қалған халықтар ғой. Сол себеппен сол жердегі адамдардың қолдауын табу үшін ол исламды мемлекеттік дін ретінде жариялайды. Ол дегеніміз өте маңызды істердің бірі болды, себебі ислам мемлекеттік дін деп жарияланғаннан кейін Қарахан мемлекетінде қалған діндер уже запретқа кете бастайды. Яғни ашық түрде мысал ретінде христиан немесе там жаңағы басқа құдайларға табынатын буддист деген сияқты адамдарды, сол жаңағы тұлғаларды, которые сол діндерді ұстанған, олардың бәрін биліктен шектетеді. Одан кейін жәнегі егер олардың арасында ірі жер иеленушілер болса, олардың жерлерін алып алады. Міне осындай ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдауы солай Қарахан мемлекетінің тарихына өзінің үлкен бір маңыздылығын, септігін тигізген екен. Одан бөлек осы ислам діні қабылданғаннан кейін Қарахан мемлекетінде оларда мешіттер салына бастайды. Олар мешіттері еще күмбезделген мешіттер бастаған. То есть именно Қарахан дәуірінен бастап біздің Қазақстан жерінде міне осындай мешіттер тұрғызыла бастады. Мынау міне бізде Алматы қаласының орталық мешіті, Зеленый базар жақтағы. И ол жерде қарап отырсаңыздар, мынау күмбездері бар екен. Бұл күмбезделген мешіт деп аталады бізде. Вахф мүлк ихта дейді. Мына жерде міне Ред Самп деген мырза вахф мүлк ихта деп жазып қойыпты. Бұл дегеніміз Орта Азия жеріндегі, жалпы не только Орта Азия жерінде, парсы жерлеріндегі жер иеліктері болатын. Вакфтық жерлер туралы біз тоже жаңағы өтеміз. Вакфтық жерлер дегеніміз ол именно мына ислам дінінің уағыздаушылары бар, жаңағы медреселер бар, мешіттер бар, соларға арналып берілген жерлер екен. Ол жерлердің бір үлкен ерекшелігі, вакфтық жерлердің, ол дегеніміз ол жерлерден алым салық жиналмаған. Өйткені сол жерде мешіттер салынған, медреселер салынған. И ол жерден мемлекеттің билеушілері өзінің жаңағы алым салықтарын жинап отырған жоқ екен. Мемлекеттің мәдениетінің дамуына келетін болсақ, жалпы осы Қарахан мемлекетінде мәдениет, әдебиет бар, аңыздар бар, архитектура бар, өте жақсы дамыған екен. Мысал ретінде осы біздің Қазақстан тарихында келетін екі тұлға бар, Ахмет Игінеки мен Жүсіп Баласағұн деген кісілер, олар осы Қарахан мемлекетінің тумалары болған екен. Және де әдебиетке қосқан үлесі енді өте үлкен үлес қосқан. Мысал ретінде Ахмет Игінекиді алатын болсақ, ол кісі ақиқат сыйы деген өлеңдер жинағын жазған екен. Ақиқат сыйы деген
дегеніміз ол халықты там адалдыққа және даналыққа шақыратын бір сондай өлеңдер жинағы болды. И келесі тұлға ол Жүсіп Баласағұни деген кісі. Ол кісі құттадғу білік деген кітап жазған, немесе бұл бізде тесттарда құтты білік деп келеді, немесе құт негізі білік деген атаулармен келіп жатыр. Жүсіп Баласағұнның уже аты айтып тұр, ол кісі Баласағұн қаласының тумасы. Біз білеміз жалпы осы уақыттағы орта ғасырлық ғалымдар жәнегі бір аты шыққан адамдар, олар көбінесе өзінің аттарына туған жерлерін қосып отыратын. Например, Махмуд Қашқари деген кісі бар, иә, ол кісі Қашқар қаласының тумасы. Әл Фараби бар, Абу Насыр Әл Фараби. Әл Фараби ол Фараб ауданынан шыққан адам. Қадырғали Жалайыри енді ол кішкене кейінірек, бірақ Қадырғали Жалайыридің шығу тегі Жалайыр тайпасы. Мұхаммед Хайдар Дулати, Дулат тайпасынан шыққан. Тура сол сияқты Жүсіп Баласағұн, Баласағұн қаласының тумасы. И ол кісі жәнегі енді әлемге танылғандықтан оған сондай жәнегі Жүсіп Баласағұн деген атақ берілген екен. Негізі аты ұзын енді. Осы кісінің жәнегі құтты білік кітабының ең үлкен ерекшелігі бұл дегеніміз мына түркі тарихындағы ең тұңғыш түркі тілінде жазылған кітап екен. Осының алдындағы кісілер, Жүсіп Баласағұнның алдында ол жерде Абу Райхан Аль-Бируни деген кісі болды, Ибн Сина, Әл Фараби деген тұлғалар болған, мықты-мықты, иә. Олардың бәрі түркі тілдестерден шыққан, бірақ кітаптарының бәрін олар именно араб тілінде жазған екен. Араб әліпбиімен араб тілінде жазған. Ал Жүсіп Баласағұн болса, ол кісі былай айтады: біздің өзіміздің жәнегі түркіміздің тіліміз бар, и сол тілде кітап жазады екен. Құттадғу білік деген кітап ол түркі тілінде жазылған тұңғыш шығарма болып тұр. Бірақ араб әліпбиімен жазылған. Оқығанбыз құтты білік дейді. Иә, құтты білік кітабын әлі күнге дейін сатады неде. Меломан деген сияқты кітап сататын магазиндерде ол бар. Бабаджа хатын деп айтылмай ма, хатун дейді. Хатун дегеніміз ол қазақта ондай сөз жоқ, қазақта қатын деген сөз бар. Хатун дегеніміз енді, бірақ хатун ол кімдерде? Түрктерде қазіргі, иә, Турциядағы өзбектер, по-моему, сөйтіп айтады. Бірақ мағынасы бәрі бір, просто бізде атау кішкене басқаша. Және де архитектуралық ескерткіштеріне келетін болсақ, бағанағы күмбезделген мешіттерден бөлек оларда тағы да бірнеше Қарахан дәуірінен қалған сақталған бізде кесене бар, иә. Оның ішіне кіреді осы Тараз қаласындағы Айша бибі және Бабаджа хатын кесенелері. Мынау міне бізде Айша бибі кесенесінің көрінісі, иә. Жалпы осы кесене, осы Айша бибі және Бабаджа хатын деген кісілерге арналып салынған екен. Но ол туралы бір аңыз бар, иә. Ол аңызды, возможно, білесіздер, возможно, білмейсіздер, но қысқасын айтып берейін. Кезінде Айша бибі деген Қарахан мемлекетінің билеушісінің қызы болған екен, ну, ханның қызы болған. Сол уақытта ол қарапайым батырға, Қарахан деген батырдың аты Қарахан, соған ғашық болып қалады екен. Ал Бабаджа хатын болса Айша бибінің жәнегі несі, тәрбиешісі ма, сондай бірдеңкесі. В общем, екеуі бір-біріне ғашық болды, Айша биби мен Қарахан батыр. Бірақ хан, Айша бибінің әкесі, әрине қарапайым батырға өзінің қызын бергісі келмейді. Сол себеппен ол не істейді? Ол барады да жәнегі Айшаға айтады: сен мынаған күйеуге тимейсің дейді. Айша биби мен Қарахан батыр екеуі қашады. Ну, как қазақтың көптеген жәнегі фольклорындағы шығармаларды тоже солай, мысалы, там еңлікке бейік алатын болсақ, тоже бір-бірімен қашып жүреді, олар. Сөйтіп Айша биби мен Қарахан батыр екеуі қашып кетеді, ал хан болса артынан қуғыншы ретінде өзінің сарбаздарын жібереді екен. Сөйтіп ұзақ уақыт бойы Айша биби мен Қарахан батыр екеуі қашып жүреді, Бабаджа хатын арттарынан тоже жүреді қашып, в общем. И бір уақытта Айша биби бір өзенге шомылам деп түседі. И мына киімдерін бәрін жағалауға қойып кеткен. Сол уақытта мына Қарахан жәнегі хан жіберген батырлар, сарбаздар, олар мына Айша бибиді қуып жетеді екен. И Айша биби шомылып жатқан кезде оның сәукелесінің ішіне жылан салып кетеді. И Айша биби, в общем, сәукелені киеді, сәукелені киген кезде жылан шағып алады да, и сол жерде Айша биби қайтыс болып кетеді. Айша биби қайтыс болғаннан кейін осының жәнегі орнына, Айша бибінің жатқан жеріне осындай кесене салдырып кеткен екен дейді. И кейін сол жерде Бабаджа хатын тоже қайтыс болады, соның құрметіне сол жерге кесене салып кеткен екен. Ал Қарахан батыр болса, ол өмірдің соңына дейін осы Айша биби кесенесінің маңында өмір сүрген екен. Айша бибінің жәнегі кесенесін, в общем, охрана болып жүрген екен. Қосыла алмай бүкіл ғашықтар өледі обал дейді. Иә, бізде жалпы қазақтардың немесе орта ғасырлық түркі тілдестердің повесть, дастан, аңыздарын бәрін оқитын болсақ, бәрінің хэппи энд жоқ көбінде. Көбінде мынау
обязательно өледі, тағы да бірдеңке болады. Қыз жібек пен төлеген дейді. Иә, қыз жібек пен төлеген бар. Еңлік кебек бар, райымбек батыр туралы бар, иә. Неге солай шын ғашықтар қосылмайды екен, сондай бір өлең бар еді ғой, шын ғашықтар қосылмайды деген. Мен басқа аңызын естіген екенмін дейді. Иә, аңыздардың түрлері көп жалпы, енді өйткені олар баяғы заманда айтылып келе жатыр ғой. Мысалы мына аңыздарға уже шамамен 1000 жылдан асып кетті, иә. И соответственно ол аңыздардың бәрі интерпретация жүреді де постоянно өзгеріп отырады. Біз мысал ретінде скоро мәдениет деген тақырыптарды өтеміз, сол жерде кім туралы айтамыз, кім еді аты, зулейха мен жүсіп пен зулейха деген повестьті өтеміз, ол жерде вообще 60 интерпретациясы бар оның. Өйткені постоянно жаңағы бұл біреуден екіншіге өтіп жатқан кезде ылғи бізде жаңағы мына аңыздарда бір өзгерістер еніп жатады. Өйткені әрбір адам өз бетімен айтады оны. Ах, ғашық адам өлең жазып береді, рас екен. Екеуі соңғы мезетте некелерін қиын емес пе еді? Ну, возможно, мен ол туралы точно білмейді екенмін. Просто аңыздар ғой. Ол шын болды ма, болған жоқ па, тоже бізге белгісіз. Просто аңыз ретінде қалып қалған. Өлген адамға неге сонша үй салып тастайды дейді. Енді ол өздерінің жаңағы нелері бойынша, ырымдары бойынша салған. Сломанный телефон сияқты еді. Иә, сломанный телефон сияқты біреу біреуге былай айтады, одан кейін екіншісі екіншісіне айтады. Ана есімізде ғой кімдерді, біздің көшпелілерден кентаврлар туралы аңыздар шықты деп. Ол аңыздар тоже ол жаңағы негізі постоянно үнемі жылқының үстіне отыратын адамдардан шыққан ғой, бірақ ол сөйтіп бірінен біріне бірге барып жаңағы соңында кентаврларға айналып кеткен. Жартылай денесі жылқынікі, жартылай денесін адамдікі. Аға неге өлген адамға сонша дәу қылып зират салған дейді. Өздерінің түсініктері бойынша осылай соларды қадірлеп қастерлегісі келген екен, сол үшін салатын. Бізде де мысалы қазір әлі күнге дейін салып жатады ғой, үлкен үлкен бір зәулім зәулім бірдеңкелерді. Сәукелесі тым ұзын ба, или жылан қыттай ма, или зрениесі нашар ма? Вот ол туралы енді сұраққа мен жауап бере алмайды екен. Смысл жоқ қой өлген адамға. Енді оның туыстарына смысл бар, чтобы оның жаңағы зиратына барып ертең құрбандық жасайды, там неше жасайды. Адам сонда кесененің астында жатамайды. Иә, адам сонда кесененің астында жатады. Так, жалғастырайық, ладно. Енді қарахандардың қарақтайлармен соғысына келейік. Жалпы қарақтай деген мемлекетті біз қазір тағы да өтеміз. Ол мемлекет қидан деген тайпалар құрған, қарақтай мемлекетінің. Жалпы негізі 1125 жылы, кейбір деректерде 1128 деп келеді. Қазіргі Моңғолия жерінен қарақтай немесе қидан тайпалары жетісу жеріне қоныс аудара бастайды екен. Себебі қарақтайлар немесе қидандар олар наймандардан жеңілгеннен кейін олар Моңғолия жерін тастап кетеді де Елуйдаши деген билеушінің тұсында олар жетісу жеріне келеді. Жетісу жеріне келгеннен кейін олар Қарахан мемлекетімен соғысады, и сол соғыстың нәтижесінде Баласағұн қаласын басып алған екен. Баласағұн қаласын басып алғаннан кейін олар уже осы жерде өздерінің мемлекеттерін құра бастады. Но мына жерде бір үлкен ерекшелік бар. Қарақтайлар мен қарахандар бір уақытта бір мемлекеттің жерінде өмір сүрген екен. Қалай десеңіздер, енді көбінесе қарахандықтар олар енді көшпелі мал шаруашылығымен тоже айналысқан, бірақ қарахан билеушілері олар қалаларда өмір сүретін, иә. Ал қарақтайлар, қидандар олар таза көшпелі болатын. Сонда Елуйдаши былай айтады, қарахан мемлекетін бағындырғаннан кейін ол кісі бүйтіп айтады: сіздер өздеріңіз мына жерлерде қалаларында тұра бересіздер, біз сіздерге тиіспейміз, просто жыл сайын бізге салық төлеп отырасыз деп. Динар деген салық бар, хараджи деген салықтар бар. Сол салықтарды төлетіп қойған екен. Сол себеппен бір аумақта кезінде екі мемлекет өмір сүрді. Екеуі даже бір уақытта өмір сүрген. Біреуі просто және көшіп қонып жүрді сол мемлекеттің ішінде, біреуінің билеуші әулеттері қалаларда отырған. 1141 жылы қарахандар салжұқ тайпаларымен бірігеді. Салжұқтар олар біз білеміз, алдыңғы оғыз деген тайпадан өткенбіз ол тақырыптарды.
Салжұқ деген тайпалар мен қарахандар біріккеннен кейін олар мына қазіргі Өзбекстанның жерінде Катуан деген дала бар, Мәуереннахр даласында. Сол Катуан деген далада салжұқтармен біріккен қарахан әскерлері қарақытайларға қарсы жорыққа шығады. Бірақ ол соғысты тас талқан етіп ұтылғаннан кейін уже толықтай қарахан мемлекеті қарақытайлардың қол астына өтіп кетеді екен. Бірақ әрине мен жаңа айтып кеткендей, олар билеуші әулеттерін толықтай жойып жіберген жоқ. Олар билеуші әулеттеріне тиіскен жоқ. Сендер өздерің қалаларында тұра бересіңдер, просто бізге салық төлеңдер деп. И вот сөйтіп бізде екі жерде бір то есть бір жерде екі мемлекет өмір сүрген екен. Бірақ өлген адамға қандай зират жасаса да, ең бастысы ол адамға адам шелпек салып, есіне алып Құран оқыса, сол міне дейді. Енді оны сіз мына кесіне салған адамдарға айтыңыз оны. Хидан никакузу. Почему хидан никакузу? Когда увидел что-то похожее на аниме. Енді мемлекеттің құлдырауына келетін болсақ, жалпы Қарахан мемлекеті қалай құлдырап кетті? 1210 жылы шығыс қарахандарды, және біз айттық қой, мемлекет екіге бөлініп кеткен деп, шығыс және батыс деп. 1210 жылы шығыс қарахандарды Найман ханы күшлік басып алады. Өйткені ол жәнегі Наймандардың ханы күшлік, ол кісі моңғолдардан жеңілгеннен кейін, шығыс ханнан жеңілгеннен кейін Наймандардың әскерлерін алып кетеді де Жетісу жеріне келеді. Ал ол уақытта Жетісуда екі мемлекет өмір сүріп жатыр, Қарахан мен Қарақытай. И сол себеппен Қарахан мен Қарақытайлардың құлаған жылдары примерно бір жылдар, өйткені екеуін де құлатқан шығыс бөлігін Найман ханы күшлік, ал батыс бөлігін Мұхаммед Хорезм шах деген билеуші екен. И сол себеппен Жетісу жерінде кейін Қарахан да Қарақытай да мемлекеттері құлағаннан кейін Найман елі құрылған екен. Бірақ Найман мемлекеті ол жерде ұзақ өмір сүрген жоқ, примерно 6 жыл ма 7 жыл ма сондай ғана. Кейін Наймандарды ол жақтан моңғолдар ығыстырып тастайды да, и Наймандар жеңіледі Шыңғыс ханның әскерлеріне, жеңілгеннен кейін толықтай Шыңғыс ханның әскерінің құрамына қосылып кетеді екен. Сонда қарап отырсаңыздар, міне мына жерде айтып мемлекет екі хандық болып бөлініп кетті. Жалпы негізі мемлекеттің құлдырауы осының алдында да басталған, өйткені екі хандықта дара билеушілер пайда болады да, и бір-бірлеріне бағынбайды. То есть кәдімгі екі мемлекет болып өмір сүріп жатыр олар. И ішкі талас басталады шығыс қарахандардың батыс қарахандармен, батыс қарахандардың шығыс қарахандармен. Сол талас тартыстардың нәтижесінде мемлекет өте қатты әлсіреді. Ал әлсірегенін пайдаланған Найман ханы күшлік пен Мұхаммед Хорезм шах деген билеушілер. Мына жерден скрин жасап алыңыздар, құрметті оқушылар. Скрин. Қидан деген кімдер дейді? Қидан дегеніміз ол Қарақытай деген тайпалар. Просто шын аты өздерінің аттарын олар Қидан деп ататын, бірақ кімдер арабтардың деректерінде ол Қарақытай деген атаулармен қалған екен. Қидан сол екен ғой, түсінбей отырмын да. Так, скрин жасадыңыздар ма? Скрин жасаңыздар, онда біз ары қаратай жалғастырайық. Енді так, Қарақытай мемлекетіне келейік. Қарақытай мемлекетінің хронологиялық ауқымы 1128 бен 1212 жылдардың аралығы екен. Осы аралықта Қарақытай мемлекеті именно Жетісу жерінде өзінің хандықтарын құрған. Бірақ шын мәнінде негізі қидандардың одан алдында, шамамен 10-шы ғасырдан бастап, 900-ші жылдардан бастап, оларда 1900-ші жылдардан бастап 1125-ші жылдарға дейін оларда өздерінің үлкен мемлекеті болған. Ол мемлекетті біз Ляо империясы деп атаймыз.
ляо империясының гүлденген кезіндегі жер аумағы ол қазіргі Алтайдан басталады да и Тынық мұхитына дейінгі үлкен үлкен жерлерді алып жатқан екен. Оның құрамына моңғол тілдес, түркі тілдестер кірген екен. Қазіргі манжур деген халықтар бар, солардың бәрі кезінде қидандардың қол астында болған. Жалпы негізінде моңғолдардың и көптеген жаңағы манжур тайпаларының шығуы осы қидан тайпалармен байланысты дейді. Қидан деген тайпаның атауы арабша қарақтай болады екен. Сол себеппен бізде Қазақстан тарихында бұлар и қидан деп те келеді, и қарақтай да деп келеді. Себебі жаңағы арабтардың қолжазбаларында, деректерінде қарақтай деген мемлекет кездесіп жатыр. Ол сол қидандар. ляо империясы ұзақ уақыт бойы осы жерлердің бәрін қамтыған, бірақ олардың ішкі жаулары болды өздерінің. Олар көптеген халықтарды өз қарамағында ұстап отырған ғой, бірақ сол халықтар өзінің бостандығын алғысы келген. Оның ішіндегі ең бір жаңағы мықты халықтардың бірі, мықты тайпалардың бірі ол найман тайпалары болған екен. Сөйтіп наймандар қарақтайларға қарсы жаңағы көтеріліске шығады и үлкен соғыс басталады. Сол соғыстың нәтижесінде ляо империясы толықтай ыдырап кетеді. Яғни ляо империясын құлдыратқан негізгі жаңағы тайпа ол наймандар болып тұр. И наймандардан жеңілгеннен кейін осы елуйдаши деген кісі ол өзінің шамамен 40 мың әскермен біздің қазіргі жетісу жеріне келіп кетті екен. Наймандардан бөлек тағы да ол жерлерде наймандар, керейлер, жалайыр тайпалары болған. Олардың бәрі әрине қидандарға қарсы постоянно көтерілістер ұйымдастырып тұратын екен. Сол көтерілістердің нәтижесінде, ішкі таластың биліктің нәтижесінде ляо империясы ыдырап кетті. Міне осылай. Енді де тоже қидан қарақтай деп келе бере алмайды. Енді де сөйтіп келеді. Қидан деп те келеді, қарақтай деп те келеді. Сол себеппен екі жаңағы атауды біз жатқа білу керекпіз. Қарақтай мемлекетінің басшысы Гурхан деп атаған емес пе еді? Оны Гурхан деп атаған. Енді қарақтай елінің пайда болуына келетін болсақ, 1125 жылы бағана айтып өткеткендей, қиданның басшысы елуйдаши ол шамамен 40 мың әскермен жетісу жеріне қоныс аударады. И сол қоныс аударғаннан кейін кейбір деректер бойынша 1125, кейбір деректер бойынша 1128 жылы қарахандардың астанасы Баласағұн қаласын басып алды. Баласағұн қаласын басып алғаннан кейін шығыс Қарахан толықтай қидандардың қол астына өтеді. Ал 1141 жылы Катуан даласындағы ірі шайқас болады. Ол Катуан деген шайқастан кейін уже батыс Қараханда қидандардың қол астына өтіп кетті. Сонда екі ел бір аумақта, бір уақытта өмір сүрген екен. Мына қарап отырсаңыздар, мына картада бізде Western Lao Empire деп тұр, и мына жерде Қара Китай деген жазу бар. Мынау міне бізде Қарақтай мемлекетінің жер аумағы. Бірақ осы жерде Қарахан мемлекеті тоже бірге өмір сүріп жатыр. Так. Конспект жазыңдаршы, не жаза бересіздер дейді. Осы Қарақтай мемлекет емес пе еді, әйелдерде таққа отыра алған дейді. Оған қазір келеміз біз. Ол таққа отыру туралы. Сонда қарап отырсаңыздар, Қарақтай мемлекетінің бір ерекшелігі, ол билікке тиіспеген, олар билеушілерге тиіспеген. Оларға тек қана салық керек болған, ақша керек болатын. Сол себеппен олар, өздерінің мемлекеттерін өздерің басқара бересіңдер, бізге просто салық төлеп отырасыңдар деп көптеген елдерге салық төлетіп қойған екен. Мысал ретінде оның ішіне кіреді Қарахан мемлекеті, одан кейін олар Хорезм-Шахтар мемлекетіне тоже жорықтар жасайды да, и сол жорықтарда тоже хорезмдіктерге тоже салық төлетіп кеткен екен. Кейін кімдер? Қарақтайлар, олар Афғанстан жеріне жорық жасайды. Одан кейін қазіргі Пәкістан жеріне дейін жеткен. И сол жердегі тайпаларға олардың бәрі өздерінің салықтарын төлетіп қойған екен. Салықтардың негізгі түрлері ол динар және хараж деп аталған. Осы екі салық төлететін. Динар деген салығы ол әр үйден жиналатын салық, яғни қаланың ішінде әр үйден осы динар деген алтын динармен салық жинап отырады. И екіншісі ол хараж деген салық. Хараж деген салығымыз ол ірі қалалар төлеген салық. То есть екеуі екі түрлі салық. Біреуі отдельно үйлерден жинайтын болса, біреуін ол именно қалалардан жинап отырған екен.
сонда сөйтіп осындай екі салық түрлерін жинатып отырған. Ал кім бағынбайды, оларға соғыс жариялайды да қалаларын тонап кететін. Мынау міне суретте тұрған бізде осы қидан заманынан қалып қалған теңгелер, тиындары. Мына жерде енді қытай тілімен жазылған, өйткені қидандардың мәдениеті Қытай мәдениетімен өте тығыз болған. Өйткені қидандардың құрамында мына қытайлар тоже болған. Сол себеппен қытайлардың мәдениеті қидандарға өте қатты өтіп кеткен. И возможно сол үшін оларды арабтар қара Қытай деп атайды. И тиындардың арасында жаңағы мынандай тесіктер болған. Жалпы негізі орта ғасырлардағы тиындардың бәрінде осындай тесіктер болады. Сол өйткені жаңағы ол арқылы жіпті өткізеді де мойындарына тағып жүретін ол тиындарды жоғалып қалмас үшін деп. Міне а, осындай бір ерекшеліктер болды. Так. Баласағұнды басқа жылы ғой басып алған дейді, 1125-те. Мен айтып отырмын, бізде екі дата келеді, 1125 және 1128 деп. Яғни сол екі датада әлі күнге дейін ғалымдар бір пікірге келген жоқ, и бізде тесттерде сол екі дата келіп тұрады, 1125 және 1128 ол. Обычно былай келеді, 1125 жақшаның ішіне 1128 деп келеді. Так, құрметті оқушылар, мына комментарийда неме қырқыс болып кеткен? Мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқам, пожалуйста, жазсаңыздар жазыңыздар, бірақ кішкене азырақ деп. Өйткені сіздердің жаңағы комментарийлардың ішінен мен сұрақтарды көре алмай қаламын. Тарихты білген өте жақсы, тарихты білген өте жақсы, біліп отырсаңыздар тіпті жақсы, бірақ енді комментарийға бәрін толтырып жазудың қажеті жоқ. Так, енді мемлекеттің сыртқы саясатына келетін болсақ, иә, Қарақтай мемлекетінің сыртқы саясатына. Қидан тайпалары өзі көрші елдермен соғыс жүргізеді де оларға салық төлетіп қояды. Бағана айтып кеткенбіз, иә, ең ірі салық төлейтін мемлекеттер ол қарахандар және хорезмдіктер болған. Ал 1198 мен 1204 жылдардың аралығында Қарақтай әскерлері Ауғанстан жеріне баса көктеп кірген екен. И соның нәтижесінде мына гурит деген мықты тайпалар болған, ол ауған тайпалары. Солармен соғысады да, и оларға да салық төлетіп қойған екен. Кезінде, получается, қытайлар, яғни қидан тайпалары осы Орта Азия жеріндегі регионда олар прям доминировали, иә, және доминация болған оларда. Потому что олар бәрін және жеңіп отырды да, и салық төлетіп отыратын екен. Бірақ 1212 жылы осы мемлекеттің шығыс бөлігін және батыс бөлігін, шығыс бөлігін Найман ханы Күшлік, ал батыс бөлігін Мұхаммед Хорезм шах жаулап алды екен. Сөйтіп Қарақтай мемлекеті әлсірейді де, и бұл мемлекет жалпы тарихи сахнадан жойылады. Мына жерде бір айтып кететін жайт бар, мына Найман ханы Күшлік туралы, иә. Найман ханы Күшлік ол кісі кезінде жаңағы жетісу жеріне қоныстанғаннан кейін ол бірінші қарахандарды құлатты, иә. Қарахандарды құлатардан бұрын ол кісі мына кімдердің, қарақтайлардың басшысының қызын өзіне әйел ретінде алған екен. То есть екеуі наймандар мен қарақтайлар сонда былай айтқан кезде одақ құрды, иә. Одақ құрғаннан кейін жаңағы қарақтай билеушісі қайтыс болғаннан кейін Найманның ханы Күшлік ол кісі өзін Гурхан деп жариялайды да Қарақтай мемлекетінің басшысы қылып қояды өзін. Но қарақтайларды уже наймандардың ішіне кіргізіп жібереді. Сол себеппен шығыс бөлігі Қарақтай халқының олар наймандардың қоластына өтіп кеткен екен. Ал батыс бөлігін Мұхаммед Хорезм шах басып алды. Мұхаммед Хорезм шах дегенді біз тағы да бір-екі рет бұл кісі туралы айтамыз, Шыңғыс хан деген тақырыпта. Но жалпы бұл тұлғаны көбінесе дүние тарихында оқиды, себебі ол кісі Хорезм шахтар мемлекетінің билеушісі болған, и Хорезм шахтар мемлекетінің жаңағы гүлденуінің бірден бір себепкерлері міне осы кісі болған. Бірақ ол Шыңғыс ханға ашық қарсы шығып, ашық күресте бұл кісі жеңіледі Шыңғыс ханнан. Сөйтіп ол кісі Каспий теңізінің бір аралдарына қашып кетеді де, сол жақта қайтыс болып кеткен екен. Ну, ол кішкене спойлер осымыздан екі тақырыпқа қаратай. Ағай, қандай кітапта нағыз тарихтар берілген дейді.
Смотря қандай сұрақты кішкене түсінбедім, қандай кітапта нағыз тарихтар берілген деп. Егер сіз мына тарихи ұбт ның деректері бойынша айтып отырсаңыз, онда әрине ол мына жұбанышев деген сияқты тестниктер бар, сұрақ жауаптар. Сол жерлерде именно ұбт да келетіндер беріледі бізде. Қарақытай мен қытайлар екеуі екі бөлек бе еді? Иә, екеуі екі түрлі халық. Қарақытай дегеніміз ол негізі көшпелі халық. Олар көшпелі халық. Қытай халқымен негізі олар жалпы жақын емес даже. Просто мәдениеттеріне кішкене қарақытайлардың мәдениеттеріне Қытайдың бір мәдениеті енген болған. Себебі қарақытайлардың құрамында кейбір Қытай тайпалары кезінде кіріп кеткен екен. А так негізі екеуі екі түрлі халық. Қарақытайлар қидандар, иә, яғни олар қытайлармен де соғысты біраз уақыт бойы. Ну, Ляо империясы болған кезде. Енді біз жаңадан бері айтып отырған бір билеушілердің және олардың ерекшеліктеріне келіп тоқтайық, иә. Бағанадан бері мына жақта жазып отыр оқушылар, бұларда әйелдер мемлекетті басқара алған деп. Бұл, кстати, иә, вот как раз таки Қарақытай мемлекетінің бір үлкен бір ерекшеліктерінің бірі, оларда әйелдер мемлекетті басқара алуы. Яғни қарап отырсаңыздар, қидандардың басшыларын олар Гурхан деп атаған, ол туралы бағана біз айтып өтіп кеткенбіз, иә. Кстати, мен мына жерде астанасын жазып ұмытып кеттім. Олардың астанасы емес, бір жерлері болған, орталық жерлері, ол Ғұз ордасы деп аталады, бірақ ол сіздерге жіберетін сұрақ жауап дегеннің ішінде бар. Қарақатай мемлекетінің бір үлкен ерекшелігі, ол әрине мемлекетті әйелдердің басқара алуы екен. Жалпы біз түркі халықтарын алатын болсақ, мына түркі қағанаты, түрік қағанаты бар, түргеш қағанаты бар, батыс шығыс түріктер бар, иә, қарлықтар бар, қарахандар бар. Олардың бәрі таза патриархалды елдер болған, яғни оларда жаңағы әйелдер мемлекеттің билігіне шыға алмаған. Ал қарақытайлардың бір ерекшелігі, оларда мемлекетті әйелдер деп басқарған екен. Мысал ретінде ол былай болған кезінде Илюй Даши осы мемлекеттің негізін қалап, жетісу жеріне қидан тайпаларын алып келіп, Қарақытай мемлекетін құрғаннан кейін ол кісі қаза табады, иә, примерно, точно есімде жоқ, примерно 43 жылдар ма, 45 жылдар ма, сол жылдары қайтыс болған екен. И Илюй Даши қайтыс болғаннан кейін таққа оның әйелі Табуян отырған. Себебі оның ұлы Елуй Илья деген кісі, ол әлі кішкентай болған. Сол себеппен Табуян біраз уақыт бойы жаңағы мемлекетті билейді, мемлекетті басқарады. И Табуян қаза тапқаннан кейін таққа оның ұлы Елуй Илья отырады. Елуй дегеніміз ол какой-то лауазым бар, типа басшы деген лауазым білдіріп тұр. Илья билікке келеді, ол кісі мемлекетті басқарады, бірақ ол кісі тоже қайтыс болғаннан кейін уже Елуй Дашидің қызы Бұсыған отырады таққа. Сонда қарап отырсаңыздар, мемлекетті кәдімгідей әйелдер де басқара алған екен. Міне осындай бір үлкен бір ерекшелік болды. Ал жалпы басқа әлемнің бүкіл әлемді алатын болсақ, осы орта ғасырларда, иә, енді біз білетін Европа халықтар бар, Азия халықтар бар, олардың ешқайсысында әйелдер мемлекетті басқара алмаған екен. Единственное, жаңағы бір Қытайда бір екі жаңағы билеушілер болған, которые әйелдер, бірақ Қытай мемлекетін басқарған. Ондай бір екі әйел болды, бірақ мына қарақытайларда ол кәдімгідей норма ретінде болған. То есть әйелдер кәдімгідей мемлекетті ерлермен бір сатыда басқарып отырған екен. Дашидің әйелі бұсыған билікке келеді. Ну, әйел емес, кім? Қызы. Қарақтай деп емес, қидан дей бермеймін. Жалпы негізі олар өздерін қидан деп атайды, бірақ араб деректерінде Қарақтай деп келгендіктен бізге сол екі атта келіп жатыр. Қидан да, Қарақтай да. Өйткені біз енді көптеген елдердің жәнегі нелеріне сүйенеміз ғой, деректеріне сүйенеміз ғой. Олардың жәнегі деректері бойынша енді арабтарда ол Қара Қытай деп аталады. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар дейді. Сіз енді кірдіңіз ба сабаққа? Наймандар мен Хорезм-шахы бір-біріне қаншалықты байланысты? Екеуі бір-біріне байланысы жоқ, екеуі бір-бірлерімен жау болған, просто екеуі екі жақтан бір уақытта шабуылдар жасаған, и все. Так, енді міне бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. В принципе, бүгінгі тақырыбымыз өте кішкентай болды и өте тез аяқталып кетті, иә. Сұрақтарыңыз болса, давайте қойып алыңыздар. Болмаса, кімге жәнегі конспект жазу керек немесе келесі сабаққа дайындалу керек, в принципе, шыға берсеңіздер болады.
себептерім шығып қалды, қазір басынан бастап көріп жатырмын дейді. Жақсы. Хандық не үшін әйерге берген, қазба немене дейді. Қидандардың астанасы қайсы дейді. Қидандардың астанасы қала болған жоқ, ол жерде Ғұз ордасы деген болған. Қарақытайлардың астанасы қай қала дейді. Қала емес, Ғұз ордасы деген жер қарақытайлардың орталығы болған. Наймандар, керейттер, жалайырлар, қыпшақтар барлығын бірге өтеміз бе? Иә, барлығын бірге өтеміз, как раз келесі сабақта. Келесі сабағымыз сол туралы. Аға, Иран жерінде орналасқан ба Хорезмшах деп. Хорезмшахтар мемлекеті гүлденген кезінде олар Иранда жерін қамтып жатқан екен. Бірақ негізгі территориясы ол қазіргі Өзбекстан жері. Сол кездегі наймандар мен қазіргі рудың ортақ түптері бармайды. Ортақ түптері бар, я генетикалық және нелер жүргізіліп жатыр, генетикалық тесттер, ДНК. И мысалы біздің жеріміздегі наймандар мен Моңғолия жеріндегі наймандар, Алтайдың құрамындағы наймандар бар. Жалпы найман деген найман, жалайыр, керей, қыпшақ деген тайпалар, олар көптеген түркі тілдес халықтардың құрамында бар. И моңғол тілдес тайпалардың халықтардың құрамында бар. И көбісінің ДНК-ларын тексеріп жатса, примерно келеді бір-біріне. Сол себеппен қазіргі рудың ортақ түбі деп айтсақ болады. Руға бөлінбейміз, бәріміз бір қазақпыз. Дұрыс айтасыз. Қазақтар руға бөлінбейді, қазақтар рудан құралады. Сау болыңыздар. Все, жақсы, сау болыңыздар онда. Наймандар мен Хорезм тоже 50-де 50 бөлді ма жер дейді. Жоқ, ол 50-ден 50 емес, енді просто біреулері именно шығыс Қараханды баспаған, а біреулері батыс Қараханды баспаған. Біреу біреуінен үлкен болған, біреу біреуінен кішкентай болған. Все, жақсы, онда құрметті оқушылар, бүгін сабағымыз аяқталды. Кішкене жеңіл болды деген ойдамын, түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.